піл оқиғасы туралы Құранда сүре бар емес пе? Міне, сол оқиғаны бүгін сіздерге толық баян етіп бергіміз келеді. Абраха есімді христиан патшасы сол кезде Йеменді билеп тұрған еді. Негізінде оның патшалығы әкесі ең жастан қалған болатын. Ол өте тәкаппар патша болған деседі. Абраха Йеменді халықтың көбісі солтүстікке бет алып, жылда сапар шегетін көріп халықтан сұрайды: сендер жылда қайда барасыңдар? Ол жерде не бар? Соншалықты көп халық баратындай деп қызығушылық танытады. Ал йемендіктер ол жерде Ибрахим пайғамбардың, оған Алла разы болсын, тұрғызған Алланың үйі Қағба бар. Біз сол жерге құлшылық ету үшін, қажылық ету үшін барамыз дейді. Сол кезде Абраха оларға: мен сендердің қағбаларынан да керемет шіркеу саламын. Сол жерге келіңдер деп үлкен етіп шіркеу салып, қажылыққа бармай осы жерге келулерін бұйырады. Абраханың салған шіркеуі сол кезде сәулеті жағынан ең керемет болған деседі. Бірақ Аллаға деген имандар берік Ибрахим пайғамбардың, оған Алла разы болсын, ұлты Абраханың салған шіркеуіне барудан бас тартып, Қағбаны тәубе етуден қайтпай қояды. Өз дегенін орындата алмай, бостан босқа шығынданған Абраха Қағбаны қиратамын деп ашуға мінеді. Ол Қағбаға шабуыл жасамаққа ниеттеніп, Африкадан соғысқа үйренген пілдерді алдыртады. Пілдерден жасақтанған мұздай қаруланған әскермен Абраха Қағбаны қиратуға Мекке қаласына бет алған. Мұны естіген сол кезде Меккені мекен ететін Құрайш тайпасы қаланы тастап тауға қарай қаша жөнелген. Пайғамбарымыз Мұхаммедтің, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, атасы Әбу Муталиб Қағбаны жағалап Аллаға: уа Аллах, бізді кешір, сенің қасиетті мекеніңді қорғай алмадым, қасиетті Қағбаны өзің қорғауыңа тапсырдым деп дұға етеді. Меккеге жақындағанда Абраха Әбу Муталибтің жайылып жүрген түйелерін көріп, бақташысын қуып жіберіп, түйелерін алып қойған. Кейін Әбу Муталиб Абраханың алдына келгенде: сен Құрайыштардың көсемі емессің бе деп сұрайды Абраха. Сонда Әбу Муталиб иә деп жауап береді. Абраха: сен сірә Қағбаны қиратпа деп жалынуға келген шығарсың деп мысқылдап мазақ еткен. Сонда Әбу Муталиб: жоқ, әркім өз мүлкін қорғайды емес пе? Мен өз түйелерімді сұрайын деп келдім. Ал Қағбаның қорғаушысы мен емеспін дейді. Оның сөзіне таң қалған Абраха: сонда ол Қағбаның иесі, қорғаушылар